Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Астана қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Қалықов Еркеш Білімұлы, Астана қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының міндетін атқарушысы. Қибатқызы Әлия, Астана қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі. Дорогие зрители, начинаем пресс-конференцию на тему о противодействии наркопреступности в городе Астана. Хочу напомнить нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставлять на наших аккаунтах в соцсети. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер, сөз кезегі өздеріңізде. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 345 наркопреступлений, в том числе фактов сбыта 244. Из незаконного оборота изъято 333 килограмма наркотических средств. С целью снижения фактов вовлечения в наркосреду акцентируем внимание на выявление сбыта наркотиков, в том числе бесконтактным путем, посредством интернет-ресурсов. Для выявления контента, содержащего информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ, регулярно осуществляется мониторинг интернет-пространства. За отчетный период на блокировку направлено 197 наркосайтов. Проводимая работа по удалению граффити рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение под названием Smart Астана, в котором есть приложение «Нет наркотикам». По фактам пропаганды наркотических средств возбуждено 21 уголовное дело. 5 человек водворены в изолятор временного содержания. По поручению президента Республики Казахстан разработан и принят комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 23 и 25 годы, состоящий из 77 пунктов, в том числе 52 пункта, которых касаются реализации местными исполнительными органами. В этой связи реализуется программа «Астана. Город без наркотиков» на 24 и 25 годы, в которую максимально вовлечены государственные органы и общественность. Разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий. Вопросы противодействия наркопреступности рассматриваются на заседании Межведомственного штаба. С начала текущего года было проведено 9 заседаний под председательством заместителей и руководства департамента, на которых были рассмотрены ряд проблемных вопросов и пути их решения. Департамент полиции не обойтись без консолидации усилий заинтересованных органов в борьбе с наркоманией и наркопреступностью. В данной работе принимают участие не только государственные органы, но и свой вклад вносят неправительственные организации и волонтеры, с которыми с начала года проведено более 450 профилактических мероприятий. Из них 28 семинаров, 74 лекции, 106 круглых столов, 29 встреч, 43 спортивных мероприятия, 52 конкурсов и иных мероприятий, которые подтверждены фото, видеоматериалами, ссылками их размещения в средствах массовой информации. В целях информации населения о проводимой работе по профилактике в столице СМИ опубликовано 423 публикации, проведены пресс-конференции и брифинги. Департаментом полиции на улицах столицы ежегодно размещаются билборды и пилоны с информацией антинаркотической пропаганды. Аналогичная информация размещается и на LED-экранах, на улицах. В октябре месяце текущего года на фасаде здания Экспо, КТЖ, Колесо обозрения была договоренность о размещении УПН информации на безвозмездной основе. У меня все. Благодарю за внимание. Баяндамаңызға рахмет. Әлия Қибатқызы, сөз кезегі өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қала тұрғындары және қала қонақтары. Елбасымыздың полиция департаментінің алдына қойылған мақсатты кешенді жұмыстарын іске асыруда осы нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмыстарын алдын алуға арналған 2023-2025 жылдарға кешенді жоспары мен сондай Астана есірткісіз қала жоспары аясында үлкен жұмыс атқарудамыз. Кішігірім статистикаға тоқтала кетсек, жылдың басынан полиция қызметкерлерімен 345 қылмыстық іс қозғалып, оның 244-і есірткі затын сатумен айналысатын тұлғаларға қатысты. Заңсыз есірткі айналымынан 333
килограмм әртүрлі есірткі заты тәркіленді, оның ішінде 19 килограмм синтетикалық есірткі заттары. Енді бұл жерде қазіргі бір проблемалардың бірі бұл синтетикалық есірткі заттарын сатумен және жарнамалаумен айналысатын тұлғаларға қатысты. Осыған байланысты біздің полиция қызметкерлерімен 19 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ 5 тұлға уақытша қамау изоляторында қазіргі уақытта отыр. Енді тағы да бір айта кететін ең басты бір мақсатты жұмыстардың бірі бұл жастармен, жасөспірімдермен жүргізілетін профилактикалық алдын алу іс-шаралары деп айтамыз. Бұл жерде барлық күшімізді тек полиция қызметкерлері емес, сондай-ақ мына ведомство аралық штаб бар біздің әкімдіктің жанында. Сол барлық қызығушылық танытқан мемлекеттік мекемелермен бірлесіп 450-ден астам әртүрлі профилактикалық іс-шаралар өткізілді. Бұның ішінде дәрістер өткіземіз, мектептер болсын, жоғарғы оқу орындары болсын, колледждары болсын, жастарға, әсіресе жасөспірімдерге нашақорлыққа, сондай-ақ есірткімен байланысты қылмыстарға жоқ деп жауап бере алатындай деңгейде осындай үлкен ауқымды жұмыс жүргізудеміз. Сондай-ақ қала тұрғындарына, полиция қызметкерлеріне жақын болу үшін, сондай-ақ бізге уақытылы заңсыз есірткі айналымына қатысты фактілерді анықтаған жағдайда Смарт Астана деген қосымшасы қазіргі таңда бар. Осы қосымша арқылы барлық қала тұрғындары болсын, қонақтары болсын, бар ақпараттарыңызды жолдауыңызды сұраймыз. Себебі есірткі заттардың қазір тек қолдан қолға емес, сондай-ақ интернет желісі арқылы да сатумен айналысады. Осыған байланысты біздің қызметкерлермен осы қосымша қазір қызмет жұмыс атқаруда. Егер де қандай да бір ақпараттарыңыз болса, төменде эфирдан кейін өзіміздің анонимді, сенімді телефондарымызды қалдырып кетеміз. Міндетті түрде хабарласып, қандай да бір ақпараттарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ барлық біздің атқарған іс-шараларымыз қала тұрғындарына көрсету үшін, сондай-ақ енді барлығы жариялы түрде болу керек қой. Осыған байланысты 400-ден астам біз ақпарат бердік бұқаралық ақпарат құралдарына. Осындай үлкен ауқымды жұмыс атқарудамыз қазіргі таңда. Рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне көшеміз. Біздің желіге бірнеше сұрақ келіп түскен екен. Сол сұрақтарды өздеріңізге қоюға рұқсат етіңіздер. Бірінші сұрақ. Подскажите, Еркеш Белимович, мы видим в соцсетях, что задержаны так называемые закладчики. Удалось ли вообще выявить группу тех, кто непосредственно стоит во главе? Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Да, мы ведем работу по задержанию закладчиков, но также эта работа ведется. В этом году нами пресечена преступная группа во главе с хозяевами, организаторами наркомагазина. Возбуждено уголовное дело по статье 262, то есть создание руководства организованной преступной группе в сфере незаконного оборота наркотических средств. Данное дело находится в производстве, расследуется. Эти люди раскладывали наркотические средства на территории города, и создали наркомагазин. Данные люди задержаны. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. Қалада граффити суреттер көбейіп келеді. Осыған орай қандай алдын алу жұмыстары атқарылды? Сұрақтарыңызға рахмет. Қазіргі таңда шынымен қалада, жертөлелерде дейміз, үйдің сыртына есірткі заттарын сататын сілтемелер қалдырылуда. Жылдың басынан біздің қызметкерлермен 197 осындай есірткі затын сататын сайттар анықталып, олар бұғатталды. Сондай-ақ біздің осы жұмыста үлкен бір маңызды бір рөлдерді атқаратын бұл үкіметтік емес ұйымдар, сондай-ақ Астана жастары волонтерлармен бірлесіп қалаға шығып осындай суреттерді анықтап, жылдың басынан 2000-ға жуық наркограффити суреттер анықталды. Сондай қандай да бір осындай ақпараттарыңыз болған жағдайда міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Біз жедел ол ақпаратты өз алдымызға қарастырып, және де міндетті түрде шара қолдануға тырысамыз. Рахмет. Құрметті спикерлер, уақыттарыңызды бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін сіздерге алғыс айтамыз. Және болашақта қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.